Алда көретіндеріңіз Хит ТВ арнасында. Шынар Жанспекованы театрдағы әріптестері неге қыспаққа алды? Көп адамдар армандайтын рол ғой еңлікте. Соны мен ойнасам, жаңа кеше келген актриса атақ алып қояды деді ма, ол кездерді мен есім алғым келмейді. Актриса жұлдыз ауруына шалдыққан жастарға қаратып не айтады? Жұлдыз аурумен ауырдым дедім ба, болды ол, сол жерде тоқта, болды, сол жерде қалады ол. Жүрегі нәзік өнер иесі жиі ғашық бола ма? Иә, мен ғашық болғышпын. Ол бір керемет сезім ғой. Енелердің рөлін сомдап жүрген актриса ене болуға дайындалып жүр ме? 2-3 жылда келінді де болып қаларымыз. Сол Құдайдан тілеймін, адалынан бір жақсы келін келсе екен деп. Кеш жарық, құрметті көрермен, эфирде менің өмірім бағдарламасы. Сіздермен бірге Айгүл Ысқақ. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, кино және театр актрисасы Шынар Жанспекова. Олай болса, Шынар ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Әдемі болып, құлпырып, әрқашан осылай жайнап жадырап жүресіз. Бұның себебі неде? Бұның себебі өмірге деген махаббатта. Мінекей. Енді әйел адам 40-қа келгенше өзінің сұлулығын сақтап тұру, бұл да бір қасиет дейді. Дегенмен сіз 40-тың 40-асынан асып кеттіңіз. Бірақ осыншама сұлулықты сақтап тұрудың сыры неде? Рахмет, Айгүл. Оның сыры да сол, меніңше, шүкіршілікте. Мынау жақсылыққа деген, бір әдемілікке деген құштарлықта, сосын жан дүниеңді, ең басты жүрегіңді таза ұстауда, санаңды, ойыңды, мынау жаман әдеттерден аулақ болуда. Біз енді өнерде жүрміз, өнер деген айтады ғой, енді шында да тайталас дейміз. Нағыз өнер жүрген жерде қызғанышсыз болмайды, бәрібір аяқтан шалусыз. Соның бәрінен адам арылған кезде, ондай қасиет сенде болмаған кезде, жалпы ешкімге қиянат жасамай, бір жақсы, бір өзіңе адамда бір сенімділік болған кезде, айналаңа тек жақсы көзбен қараған кезде, адам өзі бір жеңіл, сондай әдемі қалпыңды сақтап жүресің. Тәні де ондай кезде, адамның жаны да сұлу болған кезде, сол бәрібір бетіне. Содан кейін бар ғой, Айгүл, мынау жас келе дейді, адамның ішкі жан дүниесі бетіне шығады дейді. Ішім қандай, сыртымда сондай болып тұр дейсіз ғой. Енді білмеймін, мен өзім туралы бұлай айтқаным енді қандай болар екен, бір рахмет. Бірақ шында да солай, меніңше шында да солай. Аллаға мың шүкір деймін. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, өзіңіз сұлу болу әйел адамның, енді ол да бір үлкен бақыты ғой, әрине. Әр әйел сұлу дейміз, бірақ та сол сұлулықты қалыпты ұстап қалудың өзі, ол әуелі Алла, екінші сол әйелдің өзіне байланысты. Одан қалды үйдегі отағасының тікелей түрде қатысы бар шығар. Міндетті түрде жанұяңда тыныштық болмаса, жанұяңда береке болмаса, сен бұлай жарқырап жүрмейсің. Сондықтан әлбетте мен ылғи да айтамын, бір Алла, сосын жаңағы Аллаға мың шүкір деймін. Сондай, ол да бір Алланың маған берген сыйы, жолдасым, Құдай қосқан қосағым, өте тамаша жігіт. Мен айтам ғой, кейде әлемдегі ең тамаша адам, ең бір керемет жан деймін. Жұрттан жарыңызды жасырасыз, көп көрсете бермейсіз, айтпайсыз жарыңыз жайлы. Себебі неде? Тіл тиеді деп қорқасыз ба? Білесіз ба, оның өзі, мен жарымның өзі жалпы ұнатпайды. Тіпті өзің ғана емес, балаларымды да көрсетуге, мен жаңағы, мына енді әлеуметтік желілер бар ғой, соларға салуға қарсы. Сол, егер сіз білсеңіз, менің жарым тіпті театрға бір-ақ рет келген адам, бір-ақ рет менің өнерімді жаңағы жүріп жүрген кезде келіп көріп, одан кейін келген жоқ. Бірақ менің жолдасым өте білімді, өте терең, жан жақты білімді адам. Онымен сөйлесудің өте өзі қызықты. Мен одан көп нәрсе үйреніп те жүрмін, өте байсалды, сондай бір маған ұнайды, өйткені мен кейде ойлаймын осы сондай болғанда жақсы шығар. Мен өмірге қатарласып, жаңағы жұмысыма араласып, сөйтіп жүрсе мүмкін басқаша болар ма еді. Маған осы өмір ұнайды.
Дегенмен сіздер кеш шықтым тұрмысқа деп бір айтып қалдыңыз. Иә, мен 27 жасымда шықтым. Иә, енді қыз бала үшін 27 жас кештеу болып тұр ғой. Сол кезде өте кеш сияқты болды маған. Тіпті анау сырға салуға үйге келгенде мен қораның артына қашып кеткенмін. Масқара, маған қазір қалай, мен қазір барып тұрам, мен үлкенмін ғой депші. Иә. 27 жастың өзінде. Иә, бұйырған кезде сол бұйырған кез болды ғой енді. Мен 20 жасымда театрға келдім. Содан кейін жаңа тұрмысқа шығу туралы тіпті ойлаған емеспін, Айгүл. Мен ойлайтынмын, қой, бәрі мен фанат болдым, мен театрдың фанаты болдым, мен күндіз түні театрдан шықпайтынмын, рөлім бар ма жоқ па, енді 3 жылдай мен рөлсіз жүрдім. Бірінші келген кезде маған рөл берілді, әрине. Бірінші күні алған күні Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетовтің өзі мені қабылдап алып, таңертең жаңағы алып, сол күні маған 2 басты рөлді берді. Сол жарты сағат мені тыңдады, көрді, өлең оқытты, ән айтқызды да, маған бірден Дениза мен Айман Шолпанды алып жатыр екен, Айманды берді. Бірақ енді оны бір себептермен дейміз ба, мені кім ойната қойсын. Жаңағы ол енді бөлек әңгіме. Сондықтан сөйтіп 3 жылдай жүрдім, рөлсіз жүріп қалдым театрда. Жоқ, мен келгеннен кейін Бесбойдақты ойнадым енді. Бесбойдаққа бір той шүйкетай кіші жаңағы комедия, оны қатты былай салмақты деп, мен оны қатты ойлаған жоқпын да, андай. Мен келе салғанда кімні ойнағысы келмейді. Мен жалпы негізі қара көзді ойнасам ғой деген арман болды менде. Одан кейін оның үстіне маған үлкен аға, сыншы ағамыз бар ғой, өмірден өтіп кетті. Сол кісі мені көрген сайын айтатын, бізге өзі театр сыннан сабақ берген. Сен қара көз ойнауың керексің, сен міндетті түрде қара көз ойнауың керексің деп айтқаннан кейін ба, менде және де қара көз өте әдемі рөл ғой, өте керемет, кез келген актрисаның ойнағысы келетін рөл. Сөйтіп сондай рөлді бірден ойнамағаннан кейін ба, білмеймін, жаңағы Бесбойдаққа бір тойдағы шүйкетайды мен бір салмақты қабылдаған жоқпын. 3 жылдай жүрдім. Сонда жаңа фанатпын, күнде келем театрға, күнде бір көрген спектаклімді кәдімгі 15-20 рет көре беремін. Сөйтіп жүрген кезім, осы алып ұшып деп жүресің ғой жаңағы шіркін деп. Бірақ жастық шақтың шыққаны бар дейсіз, одан қалды. Жаңа айтайын дегенім, Айгүл. Сөйтіп мен деген ойладым ғой, міне ертең береді, келесі жылы береді, міне келесі приказда мен болам, міне қой, мен жаңағы жігітпен жүріп қойсам, немесе күйге шығып қойсам, маған болмайды. Мен енді міне күнде күтем жаңағы. Мен жалпы негізі мен өнерге киноға ғашық болып келдім. Кішкентай бала күнімнен киноны біздің ауылда деген тек ылғида айтам, ылғи сұхбаттарымда қырғыздың телевидениесі көрсететін Ұйғыр ауданы Ақтам деген жерде қырғыздың және орыстың кешке жақын сағат 7-де 10-да ма 7-де Москваның новости көрсететін. Бірақ қырғыздың кинолары сол мен 80-ші жылдары ылғи шедеврлерді көрсететін, жаңағы Болатбек Шәмшиевтің, Төлем Шөкеевтердің кинолары қандай керемет. Солардың жаңағы сол Жәмилаларды, сол Қараш-Қарашты, сол Ұлан деген фильм бар, Ана Жайнам, соларды көріп, мен солардың бәрін сол кезде жаңа фильм деген журнал шықты, оны жаздырып алып, сол жердегі бәрін суреттерін іліп қойып, апам екеуміз, мен әжемнің қолында өстім, әжемнің құшағында жатып, 10-шы сыныпты бітірген қызбын, жаңағы әжемнің тәрбиесінде екеуміздің бөлмеміз бір болатын. Сонда жаңағы стенд газеті дейміз ғой, қабырға газетін жасап, кино деп келдім мен. Бір күні қиналдым, Айгүл. Өйткені Еңлік кебек деген спектакльді алынды 70 жылдығына театрдың. Сол кездерде мен қатты қыспаққа түстім, қатты жала да жабылды маған, қатты қиналдым, өте қатты қиналдым. Енді оның бәрі болашақта мүмкін айтылар, айтылмас. Ол енді содан кейін мен айтып кетсеңізші, дәл осы сәтте бір үзіндісін болсын сәл-пәл. Соны айтайын дегенім, енді сондай көп адамдар армандайтын рөл ғой еңлікте. Оның үстіне театрдың 70 жылдығы болса, соны мен ойнасам, жаңа кеше келген актриса ойнасам, атақ алып қояды деді ма, не болатын білмеймін ғой. Сонда әйтеуір маған қатты менің өмірімде ол кездерді мен есіме алғым келмейді. Сонда мен барып Райымбек атам басына бардым. Мен онда Құдайға
серік қосу дегенді білмеймін мен әйтеуір Райымбек атаның басында отырып жалынып сұрадым, тіледім, қанша сағат отырғанын білмеймін, мен шаршап кеттім дедім, мен өзіме лайықты жігітті кездестірші дедім. Мен театрдан уже мені театрдан күдер үзіп тұрсыз ғой. Күдер үзгенде мен қатты айттым ғой, жаңағыдай соғып қалдым, қатты ренжідім. Мені кәдімгі қалай дейді, себепсіз деймін, анандай сондай бір рөлге бола, сондай жаман болды. Ол кезде мен 26-дамын. Тура содан кейін бір 2 ай өтті ма, мен жолдасымды кездестірем болашақ. Мен оны баяғыдан біледі екенмін. Менің әпкем, оның ағасы бірге оқыған екен техникумда. Мен баяғыдан білгенде жаңағы оның таныс ортақ адамдар бар екен. Сөйтіп, сол бұйырған күн, сол 27 жасымда тұрмысқа шықтым. 1 жылдай жүрдіңіздер ғой, е? Біз 6 ай ғана жүріп, содан кейін бірге тұра бастадық. Сөйтіп, содан кейін тұрмысқа шықтым. Қалай тұрмысқа шықтым, білесіз бе, Айгүл? Мен ойладым ғой, мен тұрмысқа шықсам, мүмкін балалы болам, денем өзгереді. Мен тек киноға келдім, мен кино үшін келдім, театрда мен қалай тұрмысқа шықтым, солай менің карьерам дейміз бе, жоғары қарай зуылдады ма? Жаңағыдай 77 күнім басталды. Сол 97 жылы мен бірінші өзімнің фильміме түстім. Үлкен фильм, басты рөлде Асанәлі Әшімов, оны түсірген Дамир Манабай, қазақтың классик мықты режиссерларының бірі. Сол жерде мен кәдімгідей бір эпизод болғанда да есте қаларлық бір әдемі қазақи оқиға деген фильмдегі сатушы Тұмардың рөліне түстім. Есте қалатын бір әдемі эпизод. Солай менің кинодағы жолым басталды. Солай мен содан кейін 77 күнде жүріп ұлды болдым, қызды болдым, солай. Сондықтан бұл ешқандай Құдай бәрін өзінің есебімен жасайды екен. Дұрыс айтасыз. Еш нәрсе кедергі болмайды екен. Біз ойлағанмен Құдайдың өзінің есебі бар екен. 77 күнде де сіз тамаша бір рөлді ойнадыңыз, өте сондай халыққа соныңызбен-ақ танылдыңыз десе қателеспейтін шығармын, иә? Әлі күнге дейін сол бағдарлама естерімде, біз халықты көп аралаймыз ғой. Одан кейін әйелдерде сіз әткеншек теуіп отырып, әдемі әңгіме айтып отырып, сонымен де бір ерекше болды ғой. Дегенмен сол кездер сағынасыз ба? Ол кезде сіздің кішкентайларыңыз өте кішкентай болды. Кеудеде, яғни балаңызды емізіп жүріп жұмыста жүргеніңіз бір есімізде. Иә, баламды босанғаннан кейін мен 2 аптадан кейін жұмысқа шықтым 77 күнге. Сол 77 күнді жүргізіп барып жаңағы босанатын, роддомға кеттім. Солай ешқандай мен күдер үзген жоқпын өнерден. Енді ол кездің өзінің ол менің шығармашылық өмірімдегі бір керемет кезең. Ол өзінің уақытысында болған. Содан кейін жаңағы бағдарламаның өзі 77 күннің өзі ешқандай аналогы жоқ бір мықты бағдарлама болды ғой. Сондықтан да әрине ол кезде еске алғанда жастығың еске түседі. Балаларымның кішкентай кездері есіме түседі. Сонда әлі есімде әкем тірі, әкем мен анам, жаңағы мен өздерінің қызыл жигулиі бар, сол жигулидің үстіне біздің колясканы орап алатында, содан кейін мен жаңағы Абай мен Абылайханның жоғар жағында сол жақтағы аллея бар ғой, сол жерге отырып баламды қарайды. Мен бір күнде бір 4-5 программа түсіреміз ғой осылай. Сонда жүгіріп кіремін да жаңа бір программа, ол кезде деген тексті қолыңа қазір береді ғой. Қазір Серік өте қатал, Серік Абаша. Қазір береді Арман Қарабаев режиссеріміз. Анан жаттап үлгересің, сен бояп жатыр. Ол кезде өзіміз боянамыз. Тіпті бояу да жоқ, кейін шықты бояу мейкап деген. Сонда бір программа, 2 программаны жазамын да жүгіріп аллеяға барып баламды жаңағы еміземін да қайтадан келіп. Сондай күндер, керемет күндер ғой. Керемет жүгіріп жүріп, одан кейін дәл сол жылдары жаңа Еңлік Кебегімді ойнап жаттым. Жаңа рөлдер басталды. Болат Атабаев деген бір керемет режиссер, мықты режиссер. Мен бақыттымын сол кісінің
спектакльдерінде мен басты рөлдерді ойнай бастадым, ойнадым. Ол еш нәрсеге қарамайтын. Ананың мынаның жаңағы көңілдесі, ананың әйелі дегенге қарамайды. Ол кім келіп тұр осы рөлге, соны алатын ғой. Сондықтан да ол кісі маған сол кездерде, дәл сол уақыттарда жаңағы Хакиманы берді, Күлібрайдағы Хакиманың сүйіктісі басты рөл. Жаңғимақта Сұлтанмахмұт Торайғыровтың сүйіктісі Бағиланы ойнап жаттым. Дәл сол ненің кезінде 77 күн. Сонда мен кешке жақын жүгіріп спектаклімді ойнауға кететімін. Бір қарбалас өмір болатын, керемет. Бірақ сол өмір әлі де жалғасуда, Аллаға мың шүкір. Дегенмен сіз сол 77 күннен кейін біраз үзіліс жасадыңыз ау араға. Әлде көбірек театрға көңіл бөліп кеттіңіз бе? Мен 77 күннен кейін айтайын сізге, әйелдер деген бағдарлама болды. Одан кейін үзіліс болды. Өйткені мен одан кейінгі бағдарламаларға өзім бас тарта бастадым. Өйткені мен білдім, бұның бәрі уақытша екен, жаңа бағдарламалардың бәрі уақытша. Маған одан кейін үлкен ағаларымыз, үлкен режиссер ағаларымнан апайларым айта бастады. Сен жалпы негізі үлкен киноға түскің келсе, үлкен жақсы киноға, сен өте таланттысың, киношныйсың дейді жаңағыдай. Сондықтан сен бетіңді сақта деді. Соны өзім де соған келдім. Бізде егер сен мынандай бағдарламаларда жүрсең, бізде қашқақтайды режиссерлар. Өйткені дәл сол кездерде мен деген көп деген кастингтерге барам, бірақ өтпей қалатынмын. Сонда маған айтқаны бар бір үлкен кісінің, сенің жолыңды жабатын осы, сен күнде экрандасың. Сені солай қабылдайды. Мен ойлаймыншы, Айгүл, мен ойлаймын. Мына «Апостол» деген фильм бар, керемет, Ресейдің. Сонда мынау шоумен ғой өзі, Фоменко деген актер бар. Сондай шоуларды жүргізіп жүрді де, сол «Апостолда» қандай трагедиялық рөл ойнады. Оны режиссер алды. Ол талантты адам, бар жағынан талантты ғой. Мен өзімді сақтайын, бетімді сақтайын дедім. Сөйтіп үлкен киноны күттім. Өте ұзақ күттім, бірақ оның арасында эпизодтар болды, жақсы эпизодтарым болды. Жаңағы Сәкен ағаның фильмінде, Нарымбетовтың, жаңағыдай Мир ағаның фильмдерінде түсіп жаттым, бірақ үлкен фильмім кейін болды. Сол армандарға қазіргі таңда жетіп отырмын дейсіз. Сол армандаған киноларыма түсіп жатырмын. Сол фильмді мен айта кетейін, мен «Талан» деген фильмге түстім. Көптен армандағанда көптен жаңағы армандаған басты рөлім, үлкен рөл. Оның үстіне ол Болат аға Қалымбетов түсірді. Ол кісі енді оның бұрындары киноларын көргенмін, мен «Айналайын» деген фильмін, «Сардар» деген фильмін өте бір нағыз кино тілінде түсіретін қазақтың бір талантты азаматы. Сол кісі ұсыныс тастағанда мен қатты қуандым, және сол фильмде ойнап шықтым. Қазір мен ойлаймын, ол фильм бір нағыз кино тілінде түсірілген бір жақсы қазақтың киносы. Енді болашақ ұрпақ көретін, болашақ ұрпаққа үлкен бір себебі тиетін, яғни бір тәртіп, жаңағы өзінің бір ерекше бір тәрбиесін, жаңағы ерекше бір рухани байлығын беретін кинолардың бірі деп айта аламын дейсіз ғой. Енді жаңа сұхбатыңыздың бірінде айтып кеттіңіз ғой, мені әке шешем күтіп отыратын, балаларымды қарайтын, көмектесетін деп. Сол көбісі негізі қазақта қыз баласы өнерге бару деген өте қиын, өнер жолы ауыр жол деп айтып жатады. Дегенмен сіздің әкеңіз өнер жолына келуге себепкер болыпты. Сол қаншалықты рас, өзі қол ұшын беріп сізге арнайы көмектескен дейді. Бірақ былай ғой, менің әкем өте бесаспап, өте табиғатынан талантты кісі. Ол күй тартқанда, ол өзі қазақ тілі әдебиетінен сабақ берді. Ол жаңағы бүкіл мысалға Мұхтар Әуезовтің абайын жатқа білген кісі екен. Олар өзі Серік Мақпыров, жаңағы Дәуітәлі Станбеков деген мықты әдебиетшілер бар ғой, ғалымдар. Серік Мақпыров біздің ұстаз. Иә, сол кісі, сол жаңа курстасы бірге, бәрі отырады. Сол әкем әңгімесін айтқанда айтатын, Каспийдің жаңа несінде, жатақханасында жәл бір шамды қойып қояды екен де, төрт бұрышта, жаңағы студенттер төрт бұрышта абай жолын оқиды екен. Содан кейін ертесінде бір-бірінен сұрайды екен, 69-шы бет дегенде анау жатқа айтады екен, 69-шы бетте мынандай. Сондай білімді кісілер, сондай білімді кісі болған. Содан кейін біздің сабақтың өзін әкем
жандандырып өткізетін, еңлік кебектің сөздерін, бүкіл билердің сөздерін жатқа білетін. Кейде біздің сабағымыз далаға, табиғатта өтетін. Мен ойлаймын, күйді қандай тартатын, күйді кәдімгі мынау сарыарқасы бар, адайы бар, балбырау, барлық бүкіл күйді көңілашары бар, таза кәсіби деңгейде керемет тартатын. Әнді қалай айтатын, енді керемет. Әкемнің арманын мен жалғастырып жүрген сияқтымын, Айгүл. Мен әкем актер болса, немесе білмеймін, өзі жазатын да бар тұғын, өте табиғатынан дарынды бір үлкен, бір мықты бір актер болатын еді әкем, егер өнерде жүргенде деймін да. Сол кісінің болмай қалған арманын мен жалғастырып жүрмін. Сондықтан да әрине әкем мен анам қарсы болған жоқ, бірақ кішкене мен өте жақсы оқыдым сабақты, медальмен бітірдім. Олар ойлады, мүмкін өйткені менің алдымдағы әпкем Гаухар, менің кейінгі сіңілім, екеуі де көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысады, екеуі де сондай дауыстар керемет, өте сондай, олар өнер жолына барса, ал мен ұяң болдым, Айгүл. Мен көркемөнерпаздар үйірмесіне де қатысқан жоқпын. Мен тек үйде қиялдап, сол көрпенің астына тығылып алып қиялдап жататынмын. Жаңа нелерімді актерларға қарап, актрисалардың суреттеріне қарап, соларды. Сондықтан ол кісілер де бәрібір де соңына дейін мүмкін, әсіресе анам, мүмкін врач боласың, дәрігер боласың деді. Бірақ жоқ деп мен өзімнің осы өнер жолын таңдадым. Сіз білесіз бе, мен кейде осы қиналған кезде, әкем ауырған кезде, осы бізде мұғалімдер династиясы бізде. Менің атам анау Совет СССР-дың үздік еңбек сіңген үздік мұғалімі деген атағы болған, бәленбай жыл, 30 жылдай мектептің басқарған кісі ғой. Енді бізде династия, бізде тек мұғалімдер, біздің әулетте ешқандай дәрігер болмаған екен, біздің үйде де дәрігер болмаған екен. Сонда менің әкем қатты ауырған кезде біз укол салатын адамды күттік қой, мысалға. Сонда ойладым, неге ең болмаса біреуіміз дәрігер болмадық екен, дәрігер болуым керек еді дегенде бір қиналған кезде сондай ойлар жаңағы басыңа келеді екен. Енді қарап отырсаңыз, қазір менің ұлым өзі таңдап, Асфандияровта міне 3-ші курсын бітірді, дәрігер боламын деп отыр. Алтыным Құдай жолынан қаратсын. Бәрекелді. Дегенмен сіздің домбыра тартатын өнеріңіз де бар. Әрине. Оны неге жасырып жүрсіз? Көбісі білмейді. Жасырған жоқпын. Былай ғой, Айгүл, жалпы мен домбыра тартам кішкентай кезімден. Мен өте кішкентай кезімнен андай. Яң болдым дедіңіз ғой. Иә, бірақ тығылып, үлкен үйде суық үйге кіріп алып, өзіме мынандай болатынмын, мен күнделік жазатынмын, және мақсат қойғыш болатынмын. Бірінші велосипед үйрену, домбыра үйрену, мына кітапты оқып шығу. Сондаймын мен, сондай болғам, әлі де қалмайды оным. Сонда мен бірінші үйренгенім, жаңа Елімайды үйреніп, сөйтіп домбыра үйреніп кеттім. Содан кейін мен әкем айтты маған, қызым деді, сен домбыраңды тастама. Мынау Сәбит Оразбаев, Жұмабай Медетбаевтардың бір ерекшелігі, олар домбыра тартады деп. Әсіресе мен әуезов театрына кірген кезде қатты қуанып, әкем сахнаға жаңа жүгіріп шығып, бәрімізді құшақтап, солай Мәмбетовке жаңа қолын алып, жалақысыз да істей берсін қызым деп, сондай әңгімелер айтса, Мәмбетов қыз көкітік жалақысыз деп. Сонда ол кісі Мәмбетовтың ұлылығы, қарапайымдылығы, көрегендігі, ешқандай таныссыз, ешқандай өзім келдім домбырамды құшақтап, мен осы театрда жұмыс істегім келеді деп кірдім ғой. Енді әуезов театрына ол кезде екінің бірін ала бермейді. Содан кейін енді содан әкем қатты қуанды, қал әуезов театрына кірді менің қызым деп. Әйтпесе бізді бітірген кезде анау Павлодарға жіберген болатын, Кереку жеріне театр ашуға. Мен өзім тек істесем осы әуезов театрында істеймін деп. Оның алдында әрине Чузда істедім 6-7 айдай. Одан кетіп қалдым сөйтіп. Сондықтан домбыраны мен тастамаймын, Айгүл. Менде мынандай бір, мен әнде айтам, білесің. Бүкіл театрдағы ән айтатын, жаңа еңліктен бастап ән айтатын рөлдерді ойнадым көп. Бірақ менде бір, баяғыда білесің де ма, Пашыркын пародия деген болды, Көпен аға келе жатыр деген. Сол жерде мен Мақпалды, жаңағы апаларымыз пародия жасап, записке барған тұғым. Сол кезде біздің Кеңес аға болды.
Кеңес аға Дүйсекеев жаңа жазды, запись сонда айтқан, мен жаспын ғой ол кезде, мына қыз дейді, егер дейді жақсылап әншілікпен айналыссаң, сенен тәп-тәуір жақсы әнші шығады. Сен жаңағы маған айтқан, енді Мақпалдың да жас күндегі дауысына аздап келеді дауысың деген сияқты маған. Бірақ мен ойлаймын да, мен әр жақта бір жүргенде әнші болсам, мен мықты әнші болуым керекпін. Сіз яғни бір мамандықты ғана иесі болғым келеді, яғни жан жақта, яғни екемен басын ұстаған суға кетеді демекші. Әрине, актриса болсам, мен мықты актриса болуым керекпін. Және білесіз ба, егер маған Гурченко менің ең сүйікті актрисаларымның бірі, Гурченко, Тереховаларды қатты жақсы көремін. Менің рухани достарым деймін ғой оларға. Шын шабыт береді. Мен солармен кейде кәдімгідей бір уақытым өтеді, соларды тыңдап, шабыттанам, интервьюларын тыңдасам, киноларын көрсем де жаңағы. Сондықтан мен қарап отырамын да Гурченконың жаңағы фильмдеріне. Аплодисмент. Енді керемет фильмдері бар ғой, жарқырап тұрып, әнінді айтып, биінде билеп шығады да. Сондай фильм түсірсе, мен әнді де айта аламын, жақсы билей де аламын. Режиссерлардың құлағына алтын сырға дейсіз. Әрине. Сіз енді театрда актриса болғаннан кейін әртүрлі рөлдерді сомдап жатасыз, өзіңізге жалпы қандай рөл жақын? Және сіз шынайы өмірде қаншалықты өзіңізді қалай айтсам болады, жалпы әртүрлі рөлдерді сомдайсыз ғой. Яғни біресе не дейді, бір қатал әйелдің, біресе ерке әйелдің, біресе жаңа адамның жанына тиетін сөздер айтатын әйелдердің рөлін, әртүрлі рөлді сомдайсыз. Бір кезде ақ көңіл, сондай бір тамаша, жарқын ақ көңіл, қазақтың қызының рөлін сомдайсыз. Дегенменен осы рөлдердің ішінде өзіңізге қай рөл жақын? Білесің бе Айгүл, мен актрисамын ғой. Маған қандай рөл беріледі, сол рөлдің төңірегінде мен ізденем. Біз драматургтер жазғанда жалпы біз ауадан алмаймыз ғой, оның бәрі, біздің кейіпкерлердің бәрі өмірде бар кейіпкерлер. Соларды зерттеп, солай шығарамыз. Сондықтан маған барлық рөлде ойнау ең бастысы талантты жазылған дүние болса, мықты режиссер, нағыз өзінің шебері режиссер қойып жатса, мен кез келген рөлді ойнау мен үшін қызықты. Жалпы мен өз мамандығымды қатты жақсы көрем. Бас, көз жоқ, кірісіп кетем, өз мамандығымның фанатымын негізі мен. Сондықтан да барлық рөлімді жақсы көрем. Жаңағы өзің айтпақшы, тіпті ауыр сөздер айтатын деген, ол жаңағы жүрек ауыртпай деген спектакль ғой. Оның өзін мен ақтап алуға тырыстым. Оның өзін тіпті сол спектакльді ойнап біткеннен кейін біздің 4-ші этаждағы гримеркамда бітіп, жаңа спектакльді келді бір әйел. Соны айтады, үлкен кісі, менің келінімді тура көрсеттім, не істеймін, осындай менің келінім бар дейді. Мен айттым, не істейсіз, әкеңіз көрсін, сыртынан көрсін. Біздің театр деген жалпы қанша тәрбие беретін орын емес деп айтып жатады, бірақ мен ойлаймын, біздің театр деген, театр жалпы келген көрермен өзіне керегін алып кетеді, керек емесінен бәрін ашық көрсетеді театр жаңағы. Әрине көркемдеп көрсетеміз өмірден алынған дүниелер. Сондықтан енді театрда менің ешқандай өкпем жоқ. Әлі де бірақ ойлаймын, басты рөлдерім, мықты рөлдерім әлі алдыда. Осы жақында ғана бір 4-5 жылдай мен театрдан кішкене дайындықтан алыстап кеттім, өйткені көп қойылымдарға қатыспадым осы. Содан кейін енді мен ойлаймын, әлі де алда менің басты рөлдерім. Жақында айта кетейін, мынау Жас сахна деген театрда сөйтіп өзім, осы бір шығармашылықта аштық келді ау маған, бір аштықта жүрдім өзім шығармашылық. Кино саласы әрине түсінікті, талантқа да міне түсірілгеніне 3 жыл өтіп кетті. Одан кейін де міне күтіп жүрмін. Қазір енді мынау карантинге байланысты кейбір
кейбір киноларымыз тоқтап тұр түсірілетін. Енді театр саласында ойладым, бұл қалай болды, егер бұлай бола берсе мүмкін театрдан кетем ба дегенде ойлар болды. Бұл өмір ғой енді. Бірақ сол кезеңде мені Алла тағала Ұлан Мырза деген қырғыздың бір кішкентай ғана жасы 23-те ғана өзінің бір мықты режиссерімен кездестірді. Ол да болса менің сол қырғыз фильмдеріне деген махаббатымның арқасы. Айттым ғой жаңағы. Жалпы мен қырғыздың фильмдерін көріп өстім дедім. Сол жердегі Даниярды жақсы көретінмін, жаңағы Жамилядағы. Сол актерді қатты жақсы көріп, оның ойнаған рөлдерінің бәрін керемет. Сүйменқұл Чоқморов деген. Сөйтіп Жамиля деген спектакль қойылып жатыр, премьерасы дегенде естіп бармаймын ба жаңағы жас сахнаға. Оның алдында еститінмін жас сахна бір жақсы нағыз бір шығармашылық адамдар жиналған, бір жастар жиналған, бір жақсы театр өзі, бір кішігірім ғана, подвалда ғана Бәйтен Омаров атындағы. Сол жерге барып, спектакль маған қатты әсер етті, сондай қатты ұнады. Сөйтіп сол жерде Ұлан Мырзамен танысып, ол маған ұсыныс жасады. Осындай мен Таңқабикені жаңа ай тұтылған түнді алып жатырмын, соны қойғым келеді, сол жерде ойнасаңыз Таңқабикен деп. Мен сонда шошып кеттім. Қалай деп? Мен осыдан 15 жыл бұрын Оразхан Кенебаев қойған ай тұтылған түнде жаңа Мұстай Кәріммен Шафақты ойнағанмын, келінін. Ол да бір керемет рөл, трагедиялық рөл. Маған сол кезде көрінді Шафақ ең бұл жаңа ай тұтылған түннің негізгі рөлі. Бұл спектакльдегі Шафақ трагедиясы көп, жаңағыдай сан қилы сондай ауыр рөл деп. Қалай мен ол кезде Таңқабикен үлкен, мен ойлайтынмын Таңқабикен бір үлкен 70-тегі актрисалар ойнау керек сияқты болып көрінетін. Сонда мен айттым, жоқ, бұл болмайды. Мүмкін мен сізге басқа актрисаны ұсынайыншы. Бізде бір керемет актриса бар деп өзімізден үлкен бір актрисаны айттым. Содан ол жоқ, бұл да бұл жерде қозғалыс мимика. Қозғалыс не дейді, қозғалыспен қойылатын жерлер бар, онда ол үлкен актриса ондайды көтере қоймас. Содан кейін білесіз ба деді маған. Бұл актриса Таңқабикенің жасы 50-ақ жаста деді. Сондықтан сіз нағыз келіп тұрсыз бұған. Жалпы негізі бұл рөлге бас тартпаңыз деді. Содан кірісіп кеттім. Енді рөлдің рөлі Таңқабике деген. Сондықтан мен оған да Аллаға шүкір айтамын. Маған өз сахнамда болмаса да, сол жас сахнада маған бұйырғанына сол рөлді ойнағаным. Бұл да менің бір шығармашылығымдағы, мынау театрдағы бір әдемі бір кезең болып менің өмір шығармашылық жолымда қалады. Тамаша. Ал дегенмен кинода болсын, театрда болсын, рөл таңдаған кезде не нәрсеге мән бересіз ең бірінші? Оның биографиясы болу керек. Оның өмірі болу керек. Жалпы негізі кинода, сценарийді оқығанда ол жерде бір жан болу керек, жүрек болу керек ше. Рөлде де оның өмірі болу керек. Басы бар, аяғы бар болса шіркін деп ойлайсың. Кейде бірақ енді эпизодтар болады. Көбіне мен көп эпизодтарда жүрдім дедім ғой жаңа. Эпизодтарда жүрдім, сонда армандайтынмын, шіркін-ай, бір басы бар, аяғы бар. Мынау көп фильмдерді көресің ғой, неге бізде түсірілмеске осы деп ойлаймын. Мынау Италияның Малена деген фильмі бар ғой, Моника Беллуччи түскен. Сол жерде жаңағы Джузеппе Торнаторе деген режиссері алды да ең әлемдегі сұлу әйел итальянка деді да жаңағы Малена деген фильм түсірді, қандай керемет. Немесе орыстардың кез келген уақиғаны алады да, мысалға Гундареваның қандай кинолары бар, Вас ожидает гражданка Никанорова деген бір фильм бар. Кішкентай ғана бір ауылдың, кішкентай ғана бір орыстың ауылындағы оқиға, бір әйелдің тағдыры, сондай керемет. Сондай да бізде де сондай бір әйел адамның тағдырын алып түсіруге болады ғой. Ол мүмкін балабақша меңгерушісі болсын, мүмкін еден жуушы бола ма, мейлі ол депутат бола ма, мейлі ол дәрігер бола ма, кім болсын, бір әйелдің тағдырына неше түрлі тағдырлар бар. Сондай тағдырды алып түсірсе шіркін деп ойлаймын. Сондықтан маған ең бастысы талантты адамдар түсірсе, өзінің шеберлер түсірсе, шіркін нағыз режиссерлар
фильмінде ойнағым келеді. Тамаша, ниетіңізге жетіңіз. Шай ішіп отырайық. Қазақта шай деген бар. Сөйлеп жатқан кезде шай ішіп отырып әңгіме соғып жатқанға не жетсін. Дегенмен бізде естіп жатамыз ғой, енді сізді әртүрлі тележобаларға шақырып жатады. Иә. Бірақ соған көбінесе сіз бармай жатады екенсіз. Бұның себебі неде? Таңдап. Мен жаңағы айттым ғой, сол мынау 77 күннен кейін, біраз уақыттан кейін мен үзіліс салдым. Үлкен жаңағы мен фильмге түсу керек дедім. Содан кейін қазірде енді ұсыныстар көп түседі. Мен білемін, қазір көп түсіріледі. Сериалдардың өзі көп түсіріледі. Бірақ мен ойлаймын, үлкен дүниемен, үлкен бір халықтың есінде қалу үшін, жалпы өзіңе өзің бір есеп бергенде бір жақсы дүниемен өміріңді кейін қартайғанда дейікші, бір әдемі салмақты дүниелер қалса деп ойлаймын да. Сондықтан да мен жаңа қазіргі түсіріп жатқан кейбір шоу, кейбір сериалдардың өте, олар бүгін бар ертең жоқ дүниелер екенін жақсы түсінем. Ал енді телевидениедегі жүргізушілікке шақырғанда да сол бетімді сақтау үшін тағы да киноға. Сондықтан да өзімді өзім тежеймін. Әйтпесе мына өмірде әрине бұның бәрі кейде қаржыға кеп тіреледі ғой бәрі көбінесе. Бірақ қаржы дейміз де кейбір фильмдерге барып қоямыз, жаңағы комедиялық фильмдерге. Бірақ ол халыққа ұнайды. Сөйтіп менің ол фильмдерге де кейін қарап отырсам, ұялмаймын. Мен ойлаймын, жалпы Алла тағала мені өте жақсы көреді, Айгүлші. Аллаға мың шүкір, мені жалпы өзімді бір қажетті жерге, қажетті дүниені маған өзіме алып келіп тұрады. Шүкір, қажет емес, мен қанша, мен осы жас кезімде көп фильмдерге баратымын да, бірақ өтпей қалам, содан депрессия болам, жылаймын, қаншама күн сөйтіп жүрген кезде, кейін ол фильм шыққан кезде ана фильмге қараймын да, Алла тағала мен сақтап қалған екен, мынандай фильмге түскенше түспегенім жақсы екен деймін. Немесе кейде бір сол жас кезімде бір бағдарламаларға шақыратын, бір осыны жүргізсеңіз деп құмақты суман айтып, содан кейін бір-екі күннен кейін басқа актрисаның түсіп жатқанын естідім де қиналып қалғанмын. Неге олай мені соншалықты киімді де таңдап, жаңағы мені қаншама күнімді алып, содан кейін аяқ астынан басқаша бұрылып кетті деп. Кейін ол программа шығады ғой экранға, сонда ойлаймын, шіркін-ай, осыған түспегенім жақсы болды, бүйтіп отыратын едім деп, мені Алла тағала өзі қажетті жеріне өзі қояды да. Ал періштелерім керек емес те, ай қой, сен қанша саған керек болса да бұл саған керек жоқ деп бүйтіп. Содан кейін мынау жертва болу, нағыз өнер кезде ол бір нәрсеге жертвовать етуің керексің өзіңді өзіңші дейді ғой оны. Сондықтан сол мен ойлаймын, Аллаға шүкір, бір әдемі жолмен, әдемі өнер жолымен келе жатқан сияқтымын. Енді Алла осы жолынан тайдырмасын. жаңа келсем жоқ екенсің. Кіріңіз. Бибісара, хат келді. Құдайдан тілеп алған тілегенімнен келді. Мә, оқыш. Оқиын, апа, оқиын. Амансың ба, анашым? Қал жағдайың қалай? Ауылдағы үлкен кісілер, балалар аман есен бе? Үйдегі сиыр бұзауладым, апа. Уызы дәмді шығар. Мен жақсымын. Осы жақсы көреді. Біздің взводта 7 қазақ бар. Бәрінің жағдайы жақсы. Ауылдан келген хаттарға бәрімізге жазылған хат сияқты қуанамыз. Апа, Бибісара. Апа, көкем сізді складқа шақырып жатыр. Мені? Е? Отырыңыз, апа. Аяғына дейін оқып берейін. Апа, мені уайымдама. Біз шабуылға дайындалып жатырмыз. Тілеген.
Рахмет. Рахмет айналайын. Қазіргі кезде жас актрисалар бір-екі киноға түседі да жұлдыз болып кетеді. Осыған сіздің көзқарасыңыз қалай? Енді әр адамның тәрбиесіне, санасына байланысты ғой. Жаңағыдай тәрбиелі адам ондай мұрнын көтермейді, жұлдыз болып кетпейді. Жалпы жұлдыз деген жұлдыз аурумен ауырдым дедің ба, болды ол, сол жерде тоқта, болды, сол жерде қалады ол. Енді ондайларды көргенде енді жаным ашиды, шыны керек. Театрда енді нағыз бір қайтеді оларда. Олар да мықты дүниелерді ойнағысы келетін шығар, бірақ мен ойлаймын да біз кезінде маған баяғы алтын дәуірі, мынау әуезов театрының, жалпы театрдың алтын дәуіріне 70-80 жылдарға келді ғой, 60 жылдардың ортасы. Сол Мәметовтің кезінде. Соны ойлағанмын, сол жер қандай керемет десем, біздің де кезіміз керемет болған екен. Қазірге қарап отырамын да, қазір сақтап кеттік қой, бәріміз сақпыз. Шын сақтап кеттік. Ал енді жаңағыдай жұлдыз болып жүргендерді түсінбеймін мен оларды, оларға ақыл берсін енді Құдай. Не істейміз? Бірақ сондай ортаңғол жаңағы оларда ақыл жоқ деген сөз ғой, сондай адамдардың өнерде жүргені ұнамайды маған. Ол деген уақытша нәрселер. Сол Уақыт сараптайды дейсіз ғой бәрін, дұрыс айтасыз. Дегенмен қазіргі кезде, соңғы кездері сіз кинода болсын, театрда болсын, енелердің рөлін сомдап жүрсіз. Осыған қарағанда өзіңіз де ене болуға дайындалып жүрген жоқсыз ба? Алла бұйыртса. Ұлды қашан аяқтандармақсыз? Ұлым енді Құдай бұйырса 20-да, Құдайым бұйырса енді бір 2-3 жылда келінді де болып қаларымыз. Сол Құдайдан тілеймін, адалынан бір жақсы келін келсе екен деп. Сол балаларым өте Аллаға мың шүкір, саналы, ақылды, ұлым да, қызым да. Келін енді ененің топырағынан дейді ғой. Сіз сияқты актриса келін келсе қалай қарайсыз? Кім келсе де маған бір адами қасиеті, мықты, жаңағыдай иманды, ақылды, бір саналы адам бұйыртса екен ұлыма. Қызыма да сондай бір ақылды, білімді, текті, бір жақсы, инабатты дейміз. Күйеу бала бұйыртса екен деп, мен ананың тілегі сол ғой. Балалар өскен сайын, міне ұлым ер жетті, қызым бой жетті. Жаңағы соны таңнан кешке дейін тілеймін. Ал енді қызыңыз сіз сияқты актриса болып жатса, болам деп ынталанып жүрсе, қызым енді қарсы емессіз бе? Мектепті бітірді, Назарбаев университетіне оқуға түсті, Аллаға шүкір. Ол актерлықты таңдаған жоқ, екеуі де таңдаған жоқ. Жалпы мен ұлым да, қызым да, ұлым өте күйді шебер тартады, өте табиғатынан, екеуі де әнді де айтады. Өнері жоқ емес, екеуінде де бар дейсіз ғой. Бала кездерінде дубляжға барды, киноға да түсті. Содан кейін өзінің таңдауы ұлымның 9 сыныпта айтты. Мен дәрігер болам деді, хирург болам деді. Одан кейін 11-ді бітірер кезде мен анықтап отырып сөйлестім. Ұлым, мүмкін әкелері айтты ма, өнерге бармайсың деген сияқты болмады ма екен, осы білейінші деп. Өйткені ұлым енді домбыра өнерге жақын екенін білем. Соны айтты, жоқ мама, бір рет айттым ғой, мен дәрігер болуды шештім деді. Қызым да солай мен тіл жағын таңдады, социология дейді. Сөйтіп өздері таңдау жасады. Егер олар тіпті мен болам деп өте солай айтса, мен қалай қарсы болам? Мен қарсы болмас едім, бірақ өздерінің таңдаулары сол болды. Өмірде ең бірінші мамандықпен жарды таңдасаң, сенен асқан бақытты жан жоқ дейді. Сол себепті әркім өз мамандығын дұрыс таңдаса, бақыттың бірі сол ғой, яғни. Дегенмен қазіргі өнер саласында сізбен жақын араласатын құрбыларыңыз кімдерді айта аласыз? Осымен қатты жақын араласам, тіптен отбасымызбен араласамын деп. Кімдерді айта аласыз? Өнерде қатты
жақты жақын араласам деп енді білесің ба Айгүл, дос деген өзі бір үлкен ұғым дейікші. Өнерде емес менің араласатын достарым өнерде емес екен, бірақ өнерде жүргендерім әрқайсымен жақын қарым-қатынаста, яғни жолдас жора дейсіз ғой. Иә, жолдас жора. Сыйласатын, әрине сыйлайтын, бір өнерін жақсы көретін, сыртынан тілекші болып жүретін, бір-бірімізге тілекші болып сөйтіп жүрген әрине актриса, актерлар бар, бірақ олармен қатты тығыз араласам деп айта алмаймын. Жалпы менің бүкіл сырымды, бүкіл жанымды бәрін мен өзімнің отбасым. Нағыз дос табудың өзі де бір үлкен еңбек ба, жаңағыдай бақыт ол да. Кейде бар ғой, мынау адамның жетістіктерін, досыңның жетістіктеріне қуана білу де, оған мынау адамда қызғаныш деген сезімді алып тастаған кезде ғана достық болады. Сондықтан менде бір интуиция бар, кейде жаңағыдай кішкене оны қатты сезіп қоям, көре алмастықты дейміз ба, жаңағыдай бір іштарлықты, өтірік жасандылықты, күліп тұрып ар жағы жаңағы сондайды бірден сезіп қойсам, мен одан да жалғыз өзім болғаным жақсы деймін да, мен алыстай бастаймын. Мен жаңа айттым ғой, менің сырластарым сол өмірден жаңағы ақындарым, мұқитын жаңағы актерларым, режиссер баяғы солармен мен бұрынғы, мен кейде ойлаймыншы, осы мен сол 40-шы 50-шы жылдарда туатын адаммын, менің заманым сол кез сияқты деп шын. Яғни үлкен ғұлама адамдарға, яғни олардың өлеңдеріне, басқа да жақсы сөздеріне ғашық болып жүрем дейсіз ғой. Бірақ өнер адам болғасын, анда-сонда бір өзіңіз қияли болып, бір нәрсені армандап, сондай болмайды ма сізде? Әйел адам ретінде жалпы. Мен деген мысалы театрды сүйем. Мен театрдан гөрі киноны сүйетін сияқтымын. Жоқ, мен телевидениені жақсы көретін сияқтымын деген сияқты адамдар әртүрлі болып бөлінеді ғой. Сол сізде сондай бір жиі болып тұрмай ма, сондай әртүрлі құбылыс? Ауырам. Ауыр дейді ғой жалпы. Мен ауырам. Мен білмеймін, мен киномен ауырам. Сол бұл жақсы ауру. Мен қатты жақсы көрем. Бір кейде өзімді өзім қоярға жер таппай кетем, бір не болып кетті, қайда деп тыпыршып жаңағы неге жоқ, неге жаңағы сағынып кетем кино әлемін, кино алаңын. Немесе жаңа айттым ғой басында, театрда да ләззат алам жаңағы неден, дайындықтардан, ол жоқ болып кетсе де. Сондықтан менің ауруым осы өнер. Ал ғашық болуды айттыңыз, ғашық болу керек, Айгүл. Жалпы айттым ғой, жаңа жақсы адамдарға ғашық болып жүру керек. Дегенмен жиі ғашық боласыз ғой. Біз өнер адамдарымыз ғой, жалпы ғашық болу керек. Мынау ғашық болу келсе кімнің қолынан, әлем соған сенеді дейді. Ғашық болу ерлікпен тең себебі дейді ғой Мұхтар Шаханов ағамыз. Сондықтан да ғашық болып жүру керек. Бізге әсіресе өнер адамдарына ол енді қажет. Өте маңызды. Ғашық болсаң деген, ғашық болу деген жанарың жарқылдап, сәуле шашып, әдемі бір көңіл күйде жүресің. Ол мысалға, ол ғашық болу деген, мен жалпы бар ғой Айгүл, мен әдем адамдарға ғашық болам, жаны сұлу адамдарға ғашық болам, жаңағы тұлғаларға ғашық болам. Сондай менің тіпті ғашық болатын адамдарым ол өмірде жоқ, ол баяғыда дүниеден өтіп кеткен адамдарым. Мені бір жаңағы өмірге деген рухани, сондықтан ол ғашық болу сезімі ол міндетті түрде болу керек адамда. Өзің де саған да ғашық болса, сен әйел адамға біреудің ғашық болып жүргені сені деген қанаттандырады. Былай сұлулана түсесің.
ол міндетті түрде ғашық болу деген барып бас салып немесе ол емес қой. Ғашық болу сезімі ол да әркімге бір беріле бермейді. Нағыз махаббатты сезіну де ерекше сүйген құлына ғана нағыз махаббатты жібереді дейді Құдай. Сондықтан ғашық болу керек. Иә, мен ғашық болғышпын. Ол бір керемет сезім ғой. Жақсы сезім, ғашық болып жүру керек. Ал мен сондаймын, ғашықпын дейсіз ғой. Өмірге ғашықпын, жалпы өнерге ғашықпын. Үлкен рахмет бүгінге сұхбат бергеніңізге, уақыт бөліп бізге арнайы сырыңызды ашып, яғни жақсы әңгіме болды деп ойлаймын өзім. Яғни жақсы айттыңыз, ойыңызды айттыңыз, ойдағы жүрген біраз әңгімелерді сұрап алдық сізден. Сұхбат сүбелі болды деген ойдамын. Дегенмен шығармашылық табыс тілейміз әрқашанда. Осындай әдемі қалпыңыздан таймаңыз, өнер жолында болсын, өмірде болсын, әрқашанда күлімдеп, жарқырап жүре беріңіз деген келеді. Осындай әдемі тілекпен бүгінгі сұхбатымызды сізбен аяқтағымыз келеді. Мен енді бүкіл жан сырымды бүкпей алдарыңызға жайып салдым. Бұл менің өмірім. Олай болса, құрметті көрермен, келесі сенбіде аман есен жүздескенше сіздермен бірге болған Айгүл Ысқақ әр күніміз қуанышқа, жақсылыққа толы болсын. Әрқайсыңыздың өміріңіз мәнді болсын деген келеді. Келесі сенбіде жүздескенше.